Ассаламу-алейкум. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі Фильмора бағдарламасында біз сплит экраны деген бөлімді өтеміз. Өткен сабақта айтқан болатын. Бұл бізде 3-ші сабақ. Әр қарай да күшті сабақтар болады. Сол үшін де каналымызға сіз тіркеліп қойыңыз. Бұл каналда өте пайдалы ақпараттар беріледі. Каналымызға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал біз сплит экраны мәселесін қазір өтеміз. Мына суреттер не үшін тұр? Дәл-мел бүгінгі сабағымызға біздің қатысы бар бұл суреттердің. Қазір сабағымызды басымас бұрын сізге сплит экранға көшпес бұрын бірден айтатын жағдай бар. Бұл мына сплит экран жасау үшін, әдемі болу үшін әр жағынан міндетті түрде артынан бір фон дайындап қойыңыз. Мысалы, менде ақ сурет тұр, иә? Бұл фонды қайдан аласыздар? Бұл фонды жеке жүктеп алсаңыз болады, интернет болмаса, мына бағдарламаның өзінде образцы цветовтың ішінде міне бар. Болмаса образцы видео. Мына ішінде қажет емес, көбінесе цветті таңдаймыз. Мына ішінде көп цвет жоқ, енді былай бірнеше түстер бар. Соның ішінде мынандай көбінесе өзім қолданатым ақ түс қолданамын, сосын мынандай осы сары түсті қолданамын. Ақ түсті қойдық. Енді осы фонның үстіне жаңағындай сплит экраны қойылады, яғни экранның бөлінуі. Бұл не нәрсеге керек? Жаңа айтып өткендей кинолардағы актерлардың суреттері тұр ғой. Бұл нағыз сондайларға арналған. Болмаса кино, болмаса бір әншілердің өмірбаян істейсің ма, кезінде қандай жас болды, қазір қартайды деген сияқты. Сондай арналған. Біріншіден осыны аласыздар да, бұлай мына көзге лақтырасыз. Міне кәдімгідей бетіне шықты, 1-2 деп. Әрбіріне басқан кезде міне өзіне былай белгіленеді түспен. Намысыз бұл да жекеше белгіленеді. Қазір көрсетемін, міне жаңа медиаға барасыздар да, міне осы жердегі суреттердің біреуін алайық. Мысалы, мына Терминатордағы Арнольдтың суретін алып, мұнда лақтырамыз. Сосын мынаны басамыз да, енді қартайған Арнольдты қоямыз. Қараңыздар, міне керемет болып шықты. Енді бұл сурет құр атып шықпас үшін жайдың-жай. Оныған біз анимация жасаймыз. Бір жақтан шығу үшін. Ол үшін мына сплит экранның үстіне 2 рет былай басасыз. Мышканы сол жағымен, сонда мынау шетінде анимация деген жазу шығады. Басасыз. Сосын мына ішінде мышкамен апарсаңыз, мені көрсетеді қалай шығатын. Мынау шығып, мынау кетіп қалады екен. Міне осы келеді екен. Былай аламыз да бетіне тікілей лақтырамыз. Енді көрейік қане. Шықты, кетті. Енді әрине бұл тез, бірақ енді өзіңіз шұқылап асықпай қып шығатындай етіп, оның бәріне уақыт керек. Оған арнайы анимация сабағында мүмкін көрсетермін. Так, бүгінгі сабағымыз біз анимация қатысы жоқ. Сплит экран. Енді осы сплит экранның ішінде бізде әр түрлі нұсқасы бар, қараңыздар. 1-2 бар, 1-2-ның басқа түрі бар, болмаса 1-3 бар, 1-4. Яғни қанша экранға неше видео салғыңыз келеді, соншаға сыйырда аласыз. Енді мына кезде максималды түрде шатаспасам 6-ға дейін бар екен міне. Бір экранға 6 видео шығып тұрады. Әр түрлі қып ойнатасыз ба, болмаса бірдей ойнатасыз ба, синхронно қылып. Солай да жасауға болады. 3-ші экраннан бастап, сплит экраннан бастап шатаспасам, өзінде анимациясы бар міне. Өзін көрейік, бұлай тексеріп. Аны өзінде бар екен. Шығады, сосын қайтадан кетіп қалады екен. 5 секундтық анимация. Болмаса осындай өзінің анимациясы бар, нені қолдануға. Бірақ мұнда енді айтқандай жаңағындай 3 экран екен. Егер сіз бір кинодағы актерларды салыстыратын болсаңыз, онда сізге әрине осындай 2-ақ не керек, 2 түрдегі не керек. Енді мына біздің сплит экранға көшейік, міне келдік, шықты. Мысалы, мына актеріміз шықты. Енді мына актер шыққан кезде сіз міндетті түрде бұларға астына киноның атын, болмаса жылын қоясыз. Мысалы, 1984, мұнда 2023 деп. Солай әрбір персонажға қойып отырсаңыз, сонда тамаша болып шығады. Осы жерге, мысалы, сплит экранды бірнеше етіп қойуға болатын.
мысалы арасына қойып енді келесі персонажды сыйдырайық оған. Бұл жаңа Терминатордағы тағы бір актер еді. Осы қойып. Бұл настройка етіп жақындатып қоятын. Енді шықты, кетті. Біраз уақыт өтеді. Екіншісі. Мынаған анимация жасамаппыз, бұған да анимация жасайық. Сосын экран жасамыз, басамыз екі рет. Анимация, сосын жаңағын қоямыз. Сосын жақындатайық мұнда. Бұлай шықты, және кетті. Міне осылай сплит экраны осылай түрде міне жасалады екен. Өте әдемі, керемет, пайдалы функциясы бұл бағдарламаның. Киноларға әсіресе өзім көбінесе қолданам. Мысалы қазір трендте не нәрсе жүр? Мысалы алфабет лор жүр, ойындардан. Соны екі жаққа қойып, мұн жаққа алфабет лордың оригиналын қойып, екінші жағына не нәрсеге қосайды, қандай әріп қосайды, соны да қойып, солай істеуге болады. Енді өзіңіздің фантазияңызға, қиялыңызға байланысты. Бүгінгі осы сабағымыз бізде аяқталды. Пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі сабақта мүмкін біз анимацияны үйренеміз. Енді анимация деген бөлім бұл міне мұндағы барған кезде мұнда бұл жерде бұл не жерде көрінбейді, бірақ бұл жеке бір бөлім. Мұның ішінде көрінбейді, анимациядан жазу жоқ. Бірақ анимация бұл тек қана сплит экранға ғана қатысы жоқ, ол кез келген нәрсе қатысы бар. Осы 6 пункт тұр ма, 5 пункт, сол 5 пункттың бәріне қатысы. Аудио, титр, бүкіл. Енді аудио істемейді, бірақ титр, мысалы жазуды анимацияға былай бір жақтан ат шығатындай қылып жасайсыз. Эффектіге жасайсыз, элементке жасайсыз, кез келген нәрсеге. Мына видеоға да өзгеше, өзіңізге ұнайтын етіп жасауға болады. Ол анимацияға менде келесі сабақтарда дұрыстап тұрып түсіндіретін боламын. Көбінесе анимациямен мультфильмдер жасайды. Мысалы интернеттен картинка алады, оны қозғалатындай қылып жасайды. Оған керемет бағдарламаның қажет жоқ. Міне қарапайым осы фильморамен де барлығын жасауға болатын сіздерге көрсетемін. Осымен сабақ бітті. Келесі сабақтарда кездескенше аманшылықта жолығайық.